Армысың қазақ елі, қалайсыздар, есенсіздер ма? Біздің жағдай керемет, бүгін ауа райы тамаша деген соң ғой. Ал деп ойланып қалғансың ба? Қазақ елі, ағалар, бауырлар, көкелер, жәкелер, әпкелер, іні, қарындасы, сіңілі дегенсің ғой. Сіздер ойлап қалмаңыздар, мен бүгін қайтадан айфонға шолу жасайын деп жатыр деп. Бүгін неге шолу жасамақшымын деп ойлап тұрмын да, содан кейін айфонға қарадым. Осы айфонға дөңгелек салып айдасам қалай болады? Бүгінгі видеода біз Tesla 3-ке шолу жасаймыз. Кеттік! Ал, ағайын, мына көлік негізінде қазір от алып тұрған жоқ. Бұның астында моторы жоқ. Негізінде отыра алмайсың ғой, ыстық болады ғой сол моторы. Бұда мотор жоқ. Түсініп отырсыз ба? Бұл iPhone. Бұл дөңгелегі бар iPhone 12. Мына көлікті мен өзімнің бір таныс Влад деген жолдасымнан алдым. Бұны мен Uber такси жасайды. Қалай дейсіздер ғой Uber таксиге бұл? Менің ойымша жаман. Неліктен? Бұл сұраққа мен видеоның ең соңында жауап беремін сіздерге. Неліктен бұл таксиге болмайды? Ал енді шолуға кеттік. Мынау Владтың өзінің қолмен жасаған тюнингі. Сіздер артқы жақтағы фонға қарамай қойыңыздар. Мен әдейі алып отырмын негізінде. Қайда түсірілген ойбай деп. Бруклиндамыз біз, үйден алыс емес. Негізі мынау қалай атылушы еді? Аэрофлот деді. Қазір тоқтай тұрыңыздар, телефонмен қарап алайын, қалай аталатын. Авиатор деп аталады, құдай-ай, мына жері авиатор деп аталады. Бұл негізінде бұрынғы кезде әуежай болған, International Airport болған авиаторы. Кейіннен JFK-ді ашты, сол жаққа көшірді. Нью-Йоркта негізінде екі әуежай бар, ол LaGuardia және JFK. Көбісі JFK-ге ұшып келеді, осы Нью-Йоркқа келу үшін. Мына комплектация негізінде long range деп аталады. Long range, бұның бағасы шамамен $50,000 болады. Бұның бағаларын сіз tesla.com сайтында кіріп қарасаңыз болады. Бұл комплектацияда 4WD all-wheel drive 4 дөңгелегі айналады. Екіншіден 100 км сағатына 4,5 секундта сіз жылдамдық ала аласыз. Ал кеттік. Толығырақ шолу жасайтын болсақ, мына артындағы спойлер деп аталады. Қанаттары бұл автомаркет. Мынаның егесі Влад өзі тапсырыс берген. Мынау сіз ол онша әдемі көрінбейді. Мынаны салып қойып еді. Қараңызшы қандай сылқым. Жаңадан бой жеткен қыздай болып тұр. Жаңадан 18-ге толған қыздай болып тұр. Мына түс негізінде, мына түс хаки, мына түс және жасыл түс биыл Америка құрама штатында модада. Кәдімгідей фэшн дейді ғой. Сіз мына көлікті толығымен бір зарядталсаңыз, сізге 310 милиға жетеді деп айтылған. Енді қазір бұл 19 жылғы модель, ал қазіргі шығып атқан именно осы long range 2021 жылғы модельдерінде бір зарядкада сізге 350 милиға жетеді. Енді оны километрмен санайтын болсаңыздар, 1,6-ға көбейтіңіз 350. Сол кезде сіздің сол 300 километрмен жүретін шақырымыңыз көрсетіледі бір зарядкада. Мұнаның барлығы негізінде дискілері низкопрофильный шина дейді. Бұның барлығы өзі сатып алып салдырған автомаркет деп аталады бұның барлығы. Бұл автокөлікте 5 камера бар. Мен білетінім 5 камера бар. Бұнау мына жағында, сол жағында, арғы жағында, одан кейін есіктің тұтқасында, мына жерде, арғы бетінде, арт жағында тағы бір камерасы бар, багажник жағында, және алдында жоқ ау деймін. Деп қарап қойық, жоқ екен, алдында жоқ екен. Алдында ешқандай камерасы жоқ. Ал бұның моторы қай жақта? Моторы екі мына дөңгелектерде орналасқан. Солар моторлары. Ал бұның асты толығымен батарейка. Литионовый батарейка. Өте керемет. Егер сіз телефон ұялы телефон алатын болсаңыз, сапасы жағынан iPhone ең мықты болып саналса, жалпы.
Ал электромобилдің арасында Tesla ең мықты сапалы көлік болып аталады. Tesla S-ті алсаңыз, сізге 1 000 000 мильға дейін кепілдік береді деп оқығанмын. Биылғы шығып атқан Model S ол 35, кешірім сұрайым, $65,000 басталады жоғарғы. Қосымша такс дегеніміз ол налог. Ал кеттік. Енді Tesla Model 3 қандай кілт дейсіздер ғой, негізінде обычно машинада сізде кілтіңіз болады ма? Андай мысалға Mercedes, Toyota болсын, мысалға Lexus болсын, сіздерге кілт болады. Ал мына жақта қандай кілт? Біріншіден, ол сіздің телефоныңыз. Сізге айтып өтіп кетейін, Android-пен өте нашар жұмыс жасайды. Бұның қарым-қатынасы синхронизация дейді ғой, негізінде. Қарым-қатынасы Tesla'ның Android-пен өте нашар. То есть, егер сіз Tesla алып атсаңыз, Samsung мүлдем алмаңыз. Samsung ол өте нашар негізінде. Сізге айтатыным iPhone. iPhone мықты жұмыс жасайды. Өткені Влад маған айтты, егер Android болса, ол жұмыс жасамайды, өте нашар жұмыс жасайды дейді. Ал iPhone орнаттыңыз, бұл сіздің кілтіңіз. Қасында iPhone-мен келдіңіз, жақындадыңыз, машина өзі автоматты түрде ашылатын болады. Екіншіден, маған мынандай карточка берді. Мынандай карточканы берді. Бұл ешқандай визитный карта емес. Бұл ешқандай банковский карта емес. Бұл неге құсайды? Мысалға, сіз қонақ үйге барсаңыз, сізге берді ғой электронды кілт. Міне, мынау Тесланың кілті. Егер сізде телефон болмаса, сізде қосымша кілт болады. Бұны қалай ашыламыз? Телефонда сізде application орнатылмаған. Менде орнатылмаған, өткені бұл менің көлігім емес. Кілтті аласыз да, мына жақты жақындаттыңыз. Көрдіңіз, ашыла қалды. Ал көліктен шықтыңыз, кетіп баратсаңыз, былай тегіздіңіз, болды. Көрдіңіз, машина көліктен жабылғаны автоматты түрде екі жақтағы айнаның өзі автоматты түрде жабылатын болады. Ал багажникті ашатын болсақ, негізінде оның барлығы телефонда орнатылған. Түсініп жатсыздар ма? Телефонда орнатылған. Енді мен қалай ашамын бұны? Мына кілтпен мен аша алмаймын. Бұлай жұмыс жасамайды. Оны қайтеміз. Оны ашу үшін менде қазір енді телефонда жоқ қой application-ы. Машинаның ішінде өзінің компьютерінен отырып мен ашамын. Ал енді тоқтай тұрыңыздар, мен капотты ашайын. Капоты осылай ашылады. Ашқан кезде ішінде не бар? Енді кішкентай ғана дәл мына нелерді капот сияқты, Lamborghini, Ferrari солардық сияқты ішінде білмеймін не қоятындарыңыз. Машина продукты да сыймайды ішінде. Машинаға керекті партс дейді ғой. Кілт-мілт анау заттарын салмасаңыздар, лобовойға шашатын суды сіз мына жерден құясыз. Біліп алыңыздар болашаққа. Тарс деп Жигули жапқандай жаппаңыздар. Кемриді жапқандай. Жай ғана. Енді бұл Tesla қыздай ғой. Болды. Осылай. Ал артқы багажникке кетейік. Артқы багажникті сіз application арқылы ашсаңыз болады телефонда. Екіншіден, ішінден отырып компьютерінен басасыз. Ол ашу болады. Үшіншіден, мына жақта кәдімгі барлығымызге әйгілі нұсқасы. Міне, осылай аша кересіз. Жабатын болсаңыз, мына жақта кнопкасы бар, мына кнопкасын бассаңыз, бұлай жабыла кетеді. Ал жалпы ішін көретін болсаңыздар, мінекейіңіз қараңызшы, қандай кең. Керемет. Мынаның ішіне бір емес 2 жыл сиятын сияқты ғой. Мынаның ішіне мен де сиіп кетем негізінде. Енді мынаның ішіне жатайын десем, кішкене ластау екен, енді заттар салғандықтан. Ал тағы да бір айтып кететін жайт, егер де ішінде адам қалып қалса, мына жерде бір кнопкасы бар. Соны бассаңыз, өзі автомат түрде ашылады. Дәл ортасында орналасқан ол кнопка. Керемет, қандай. Үшіншіден, бұған бензин құюдың қажеті жоқ. Мына жақта баса салсаңыз, көрдіңіз ғой, ашыла кетті. Көбінесе Америкада өте Тесланың суперчарджер деп аталады. Суперчарджер мына көлікті 30 минутта толығымен қуаттап береді. Оны сіз қайдан білесіз? Қазір
ішіне салонға отырамыз, сол кезде мен сізге барлығын көрсетемін, түсіндіремін. Андан қайтадан былай түрте қалдыңыз, ол жабыла кетті. Ағайын, негізінде мынау қызыл түс, бұл қапшығы болып саналады. Кім Влад бұны тапсырыспен алған. Негізінде бұның заводтан шығатын түсі, ішкі түсі, ол қара түс. Енді әркімге әрқалай біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды дегендей. Мына артыңғы сиденьеларды сіз төмен түсірсеңіз болады. Төмен түсірсек, көрдіңіз ғой. Мына жаққа ұзыннан ұзақ төсек, матрас, немесе сіз жолда кетіп баратсаңыз, өзіңіз мына жақ кішігірім матрас қойып, ұйықтасаңыз да болады. Алан. Жаба салайық. Егер артына отыратын болсақ, маған ыңғайсыз. Комфорт дейді ғой, комфорт болмай тұрмын енді. Енді S-касын болашақта істеп көрем. Шолу жасаймын оғанда, Model S-ке. Маған онда қанша комфорт болмай тұр артында. Енді бұл таксидегі көлік болғанда, Uber таксиде болғандықтан, ішінде адам қалай болса солай отырады, жейді, ананы жейді, мынаны жейді. Сонымен өздеріңіз білесіздер, қатты таза болмайды. Әр жер сатал дегендей. Мына зат негізі киім ілгіш. Мұны қалай ілесіз? Жай ғана баса салдыңыз, көрдіңіз бе, түседі. Қайдан кіреді. Түседі. Қандай керемет, Мынаның төбесі толығымен панорам. Көрдіңіздер ғой. Панорама. Мына жақта ертең күні жаңбыр жауып жатса қандай әдемі көрінеді. Төбеден қарап отырасыз. Қар жауып жатса қарап отырасыз. Ұйықтап жатсаңыз, орындықты төмен түсіріп тастадыңыз. Кішкене ғана матрас төсеп ұйықтап жатсаңыз, әспен аспанға қарап, қар жауып жатқан кезде көрініс сондай керемет. Жалпы артқы жағы, мына жақта адамдарға USB бар. Мына жақта желдеткіші бар екен. Мына жаққа тап холдер жоқ. Негізінде не білмеймін, сіз бөтелкелеріңіз салмасаңыз, стакан бұл жерге қойылмайды. Стакан тек мынаны бүйтіп ашу керек болады. Бұлай тартасыз, өшіреге ғана қоясыз. Мына жаққа біреу бір әсе қойған екен. Мына жаққа стеки болып тұр, қолыңыз жабысады. Білмеймін не екен. Сыртқа шығатын болсақ, мына жердегі кнопканы баса саламыз. Кнопканы басқан кезде міндетті түрде терезесі ашылады. Көрдіңіздер ғой. Колонкалары өзінің Тесланікі. Тесла деп жазылған, Тесланың өзінен болады. Мына роль. Негізінде автомаркет. Заводта негізінде мына роль болмайды, басқа жауап келеді. Мына спортивный істелінген. Заводтан емес, жалпы кастом дейді ғой, автомаркет. Содан тапсырыс беріп салған екен. Материалдары long range болғандықтан материалы мына жақта алькантара. Әрине, жай ғана материалға қараған кезде алькантара жақсы емес пе? Функцияларына кетейік. Телефонды мысалға проводқа жалғамай, мына жерге қойдыңыз. Көрдіңіз, күш қуат ала береді. Чаржинг деп жатыр. Екінші телефонды мына жақ қойсаңыз, күш қуат ала береді. Керемет, қандай керемет. Енді басында мына жақта кішкене ғана типа бардачок дейді ғой. Басып атымды сөйтсем, сәл ғана тартсаңыз ашылады. И жабатын болсам басып қоям, бұлай немене пәлеу жабылмайды деймін. Сол баяқ қазақ басшылық қой. Сен жай ғана бұлай итере салдыңыз, болды. Қыз сияқты да бұл көлікше. Нәзік. Оны ұрып айдап соғудың қажет жоқ. Жай ғана бүйтіп сипалап өту керек. Сипаласаңыз болды, сіздің айтқаныңызға көне береді дегенсің ғой. Windshield wipers деп аталады. Сіз оның жылдамдығын 1, 2, 3, 4 немесе авто қойсаңыз болады. Windshield wipers ағылшынша солай аталады. Бұны автоға қойсаңыз, жаңбыр жауған кезде өзі қосылады, өзі өшіп отырады. Ары кеттік. Мына жақта телефонды қосасыз. Мына жақта календарь. Мына жақта камера, жаңа көрсетіп кеттім. Одан кейін барып energy күш қуатын көрсетеді. Одан кейін барып батарейканың қанша қалғанын көрсетеді. Одан кейін барып мына жақта интернетке қосыласыз. Entertainment, айтпақшы entertainment. Мына жақта Netflix, Twitch, Tesla tutorial. Және YouTube-ға кірсеңіз де болады. YouTube-ға кіресіз, соңын барып. Мына YouTube ашылды. YouTube ашылғаннан кейін сіз жаңа бай деп тересіз. Ары қарай іздейміз. Міне жаңа байға
кіресіз. Осыны ашқан кезде сізде жаңадан видео көрсетіледі. Сол жаққа кіріп қарасаңыз болады. Одан кейін барып Toybox дейді. Енді қараңыз қандай керемет, мен сізге бір приколды көрсетейін. Мына жақта horn дегенің ол сигнал сіздерде естіле ме екен? Ашайыншы терезені. Фарт деген ол жел шығару дегенді білдіреді. Соны сіз сигналға қойып қойсаңыз болады былай етіп. Көрдіңіздер ғой. Және сіз өзіңіздің жалпы мысалға адай күйін қойдыңызда, адай күйін салдыңызда, кіргізіп қойдыңыз, сигналды бассаңыз, адай домбырасы ойнап шыға келеді. Және қосымша мына жақта ойындар бар, аркада. Мысалға бір немесе екі адам ойнауға болады. Қазір біз бір адам ойнаймыз. Мысалға мына жігітті алайық, красавчик жігіт екен дегенсің ба? Одан кейін қай жақта кәшенеміз? Мысалға мейлі кеттік. Мына жаққа chill дейді. Кеттік. Енді бір қызық мына жақта. Ал, газ дегенің мынау. Тормоз. Газды бассаңыз, одан жүреді. Оң жаққа бұру үшін рөлді бұрасыз, мені көріңіз. Аза! Естіп пысқан кезде ойнап атсаңыздар болады. Мына жаққа келетін болсақ, мынау негізінде орындықтың температурасын қосып өшіретін. Сізге қолайлы, мысалы, ең қатты, ыстық, орташа, кішкене немесе өшіре саласыз. Мынау дегеніңіз, ол ішіндегі жалпы air conditioning. Қазір біз ыстықта тұр. Мысалы, мына жақта климат контроль сіз өзіңіз авто қойдыңыз. Мысалға, кондиционер қосатын болсақ, AC дегенді басасыз. Мына жақтардан сізге ауа келетін болады. Мына өшіре саласыз, сіз мына жақтан шықпайды. Егер сіздің айнаңыз буланатын болса, мына кнопканы ғана бастыңыз, экрандағы ауаның барлығы ар жаққа кететін болады. Және аяққа. Көрдіңіз ғой. Мына арқылы сіз жылдамдығын ұлғайтасыз, азайтасыз, температураны қосасыз, азайтасыз. Одан кейін мына орындық оң жақтағы температурасын көтеріп түсіреді. Мына дегеніңіз ол бастыңыз, тек алдыға ғана ауа береді, тек алдыға ғана болды. Көріңіз, мынау ыстық ауа, жоқ авто. AC керек емес бізге. AC қосылып кетті ғой. Асты ғана жіберіп қойсақ болды. Мына дегеніңіз, мына бастыңыз, екі жақтағы айна буланған кезде соны тазартады. Одан кейін қазір автокөлікке кетейік. Мына көлікті жалпы өзінің бір уақытында сіздерге обновление версиясы келіп тұрады. Енді бұл компьютер ғой, айталық сіздің телефоныңызда, айфоныңыз. Сол обновление версиясын көшіресіз, орнатасыз. Сервис ішінде тауинг дегені бар, егер машинаңыз бір нәрсе болып қалса, шақырасыз, келіп сізді алып кетеді. Навигация. Навигацияға кеттік. Настройкасын жасайсыз. Автопилот, автопилот өте керемет, маған ұнады автопилоты. Драйвинг систем басында спорт тұрған, мен комфортқа ауыстырып қойдым, маған өзіме комфорт ұнайды. Дисплей кететін болсақ, мына жақта сіз дисплейдің жарық көбейтіп, азайтып отырасыз. Маған негізінде аз болған ұнайды. Display mode, night mode, day mode және авто деп тұрады. Маған көбінесе негізінде өзіме night mode ұнайды. Автода тұра берсін. Touch screen, қай тілде қарайсыз? Touch screen, мысалға display, touch screen деп аталады, display. Қай тілде қарасаңыз, таңдасаңыз, сол тілде болады. Бұл жақта енді светский тіл бар, польский тіл бар, норвегский тіл бар. Орысша жоқ екен. Орысша жоқ, қазақшада жоқ, тоқтаңыз. Орысша жоқ екен. Орысшадан басқасын барлығы бар дегенсің бе? Қытайда бар даже. Voice, дауыс, тоже орысша жоқ. Қазақша енді қайдам. Формат, сағаттың форматы 12. Energy, дистанция қанша майл, километр қойсаңыз болады. Майл қойсаңыз болады. Енді біз Америкада майл болғандықтан майл,
температура Цельсий, Фаренгейт мен білмеймін, мен өзімде Цельсий мен қараймын көбінесе. Владтың телефоны ол негізінде Galaxy, басында iPhone болған дейді, енді білмеймін не үшін ауыстырғанын. Quick Control дейді, Quick Control кірген кезде Exterior Light, жаңағы алдындағы фаралары автода тұр. Егер оң қойсаңыз, автомат түрде сіз қоясыз, паркингке болса да тұрады, немесе бұлай қолда өшіре саласыз, біз енді автода тұрады көбінесе. Одан кейін барып mirrors, айна, сол жақтағы айнаны бастыңыз. Және мынамен көрдіңіз ба? Жөндей бересіз. Керемет. Келесі steering wheel дегеніміз руль. Көрдіңіз ба? Қараңыз қандай. Енді біз көтеріп қоямыз былай. Осы жерге тұра берсін. Ondan кейін window lock дейді. Мысалға, ешкім аша алмайды сізден басқа. Ашық қалай. Көрдіңіздер ма? Қылтап қойдық сізден басқа. Ешкім аша алмайды. Display brightness, оны білесіздер. Енді тағы бір ақпарат. Мысалға, батарейкасы өшіп қалды, мүлдем бітті. Түсініп отырсыздар ғой. Мынау от алмайды. Енді қалай ашасыз? Қалай шығасыз сыртқа? Мынаны бассаңыз істемейді ол. Түсініп отырсыздар ғой. Мына жақта кішкене ғана көрдіңіз, мына жақта ручкасы бар, ұстайтыны. Аласта тарттыңыз, бітті. Оң жағында только бұл алдыңғы екі рульде ғана, алдыңғы екі есікте ғана бар. Артыңғысында жоқ. Артыңғысын сіз сырттан шығып ашуыңыз керексіз. Жүріп көрейгенде көлікті оталдыру үшін, көлікті жүргізу үшін не істейсіз? Басында отырған кезде көлікті жүргізу үшін сіз мына кілтті мына жерге қоясыз. Өйткені сіз телефоныңыз жоқ қой, телефонда application орнатылмағандықтан сіз осы жерге қоясыз. Қойғаннан кейін мына жақта көрсетілген дисплейда алдыңғы екі адам тағып отырған жоқ деді. Мен енді тақпай қойын. Артына 3 карт қоюға болады. Енді қайтеміз. Жүру үшін мен тормозды басамын. Астыға түсірем. Тормозды басамын. Міндетті түрде астыға бір боям, көрдіңіз бе, мына жақта да деп көрсетіп тұр. Ал астыңғы мына белгі ол круиз контрольді білдіреді. Және автопилот сол жақта орналасқан. Ал кеттік. Тағы бала сылайын. Маған ұнағаны бұл көлікте. Мысалға, светофорға келесіз ғой, светофор келгенде сіз көбінесе не істейсіз? Тормозды басып тұрасыз ғой. Мен тормоз баспаймын. Көлік автомат түрде өзі тоқтайды. Көрдіңіз бе? Автомат түрде өзі тоқтайды. Жүретін болсақ. Кеттік. Бұлай айналып кете береміз. 20, 22, 25 мил сағатына. Рахаты қандай? Тоқтап қалды. Аяғың ауырмайды да. Одан кейін паркингке қойып тұрмайсың. Или нейтралкаға қойып отырмайсың. Кеттік қайтадан. Не үшін бұл көлік Uber таксиге менің ойымша алған дұрыс емес деймін. Біріншіден, түсініп отырсыз ба, Uber таксиге ол жақта класспен бөлінеді, стандарт болып бөлінеді. Ең қарапайым класс, өте қолжетімді, соған ғана арналған көлік, жалпы люкс болу керек менің ойымша. Бұл люкс классына келмейді. Люкс классына ол Tesla S, Tesla X қана келеді. Енді 35 мыңға сіз бұны мынау негізінде 50 мыңға шығып отыр. Енді сіз ең қарапайым базовый комплектациясını алғаны мен де, мысалға, базовый комплектациясını айтайықшы, мысалға, ол тым люкс қарапайым классқа. Біріншіден, екіншіден, жалпы менің ойым бұл таксиге арналмаған көлік. Неліктен? Таксиге сіз күніне пәленбай километр жүріп тастайсыз. Уақыттар болады, сіз алыс жолға жүресіз да, сіз қайтадан не іздейсіз? Supercharge станциясын іздейсіз.
таксиде көбінесе сіз көп километр айналып жүріп жасайсыз да. Мынандай сіздерге заказдар түседі, арыздар түседі, ұзақ жолға жүресіз. Сіз бір жол жүргеніңіз сіздің бір күндік зарядтың жартысын алып тастайды. Сізге қайту үшін сіз не істеуіңіз керексіз? Барасыз да суперчарж станциясын іздейсіз. Ол сізден айтарлықтай 20 миль арасында болуы мүмкін. Түсініп отырсыз ғой. Үшіншіден, не үшін болмайды? Қараңыздар. Мына ручканы күніне жоқ дегенде адам 30 рет ашады. Түсініп отырсыздар. Бір адам. Ал егер сізге 3 адам отыратын болса ше, мына жақтан біреу, ана жақтан біреу. Бұл нәзік қыздай ғой, түсініп отырсыздар. Мына басады да, мынаны тартады, жібереді, жабады. Бұның есігі жеңіл. Lexus'та сияқты, Cadillac'тікі сияқты ауыр емес. Бастыңыз, ашасыз. Бұл жабасыз. Басасыз, ашасыз. Ойлаңыз, күніне 30 адам ашылып, бұның қаншаға шейін жетеді бұның есігі. Кейбір мастар болады, мысалға, дәу адамдар. Басаттан ана бүйтіп тартқан кезде сындырып жіберуі мүмкін. Түсініп отырсыздар ғой. Сондықтан менің айтарым, жалпы бұл көлік таксиге алған дұрыс емес. Жалпы өзіңіз үшін алатын болсаңыз, жақсы машина, қыз балаға көбінесе, қыз балаға өте сейфти дейді ғой, сейфти. Безопасно, түсініп отырсыздар ғой. Сондықтан сол жағынан маған өте ұнады. Екіншісіне тағы да айтарым, Кемримен салыстырам көбінесе. Өйткені біз қазақ ағайындардың көлігі Кемри ғой, түсініп отырсыздар ғой. Домбыра ол қазақ, енді бізде қазақ емес, Кемри қазақ дейді ғой. Сондықтан Кемримен салыстырған кезде бұл Кемридің қасында біріншіден бұл люкс. Сіз гибрид Кемриді алғаннан гөрі, сіз оданша осы көліктің базовый комплектациясын алғаныңыз жөн. Бензинге қанша ақша құртасыз? Сіз бензиннің ақшасын екі есе мына көлікті алсаңыз үнемдейсіз. Үшіншіден, сіз Қазақстанға алдыратын болсаңыз мына көлікті, сізге растаможка жоқ. Түсініп отырсыздар ғой. Жүріп келе жатырмыз. Жүріп келе жатып қасыңызда не болып жатқан көріңізге болады, артта кім келе жатыр, оң жағыңызда, сол жағыңызда деген сияқты. Жалпы қыз балаға бұл машина мықты болар еді негізінде. Мен бойым ұзын болғандықтан мен онша симай отырмын ішінде. Мен орындықты ең соңына шейін тарт тастасам да, аяғым көрдіңіздер ме? Бүгіліп отыр. Әзір. Повороттарға, бұрылыстарға өте ыңғайлы кіреді, өте ыңғайлы. Содан кейін сіз көліктің мына фарасы қалай жанып тұрғанын көрдіңіздер ме? Мына режимді қараңызшы. Режимді қараңыз, көрдіңіздер ме? Мына көрсетіп тұр. Бұрылатын болсаңыз, хоп, мына жақты көрсетеді, бұрылайын деп жатыр деп. Хоп деп көрдіңіз ғой. Артта машина келе жатыр, соны көруге болады. Қандай машина келе жатқан. Мына көрдіңіздер ме? Мына жақта светофор, қызыл жанып тұр, көк жанып тұр. Мысалға, оң жағымызда қандай машина? Мына көрсет, мына машинаны көрсетші, ана машинаны. Мына машина кетіп бара жатыр, мына жақты қараңыздар. Мына жақты көрсетілген. Алдында седан кетіп бара жатыр. Аккорд седан. Honda Accord. Өтіп кеттік анан. Алдымызда қазір светофорды көрсет, светофор қандай жанып тұрғанын көрсет. Светофор жасыл жанып тұр. Көрдіңіздер ме? Жасыл жанып тұр деп көрсетіп тұр светофор. Енді автопилотқа қоям. Автопилотқа қою үшін мынаны 2 рет басасыз астына. Міне, автопилот қосылды. Автопилот қосылған кезде мына руль жану керек. Бұл полный автопилот емес, бұл жартылай ғана автопилот. Ол жартылай дегеніңіз не? Егер алдыңызда көлік болмаса, светофор қызыл жанып тұрса да, көлігіңіз жүріп кете береді. Түсініп отырсыздар ғой. Стоп дегенде түсінбейді. Ал полный автопилот ол түсінеді барлығын. Ал мына қазір көлік өзі тоқтау керек. Міне мен ештеңе тиісіп жатқан жоқпын. Көлік өзі тоқтады. Алдымызда таксист жігіт екен, Honda CR-V-мен жүрген. Ал жүріп кеттік, қайтадан кеттік. Мен ештеңе рөлді ұстап отқан жоқпын. Көлік өзімен өзі кетіп бере жатыр. Максимум жылдамдық ол 35 миль сағатына. 35 миль сағат дегеніңіз рульді ұста деп отыр.
маған ұстай тұрайын мейлі. 35 миль дегеніміз ол шамамен 50-55 километр ғой сағатына. Қайтадан жібердім, міне болды. Қандай рахат. Егер толық автопилот болатын болса, сіз көлікте ұйықтай берсеңіз де болады. Солай ағайын. Енді ағайын өздеріңіз көре жатарсыздар. Ал ағайын көргендеріңізге сізге көпте, мыңда, миллионда шексіз рахмет. Каналыма жазылып қойыңыздар. Мына бұрышта subscription дейді, соған басыңыздар. Жаңадан шыққан видеоларды өткізіп болмау үшін қасында колокольчик болады, соны бас қойыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздерге видео ұнады ма, ұнамады ма? Жалпы қандай көліктерге, қандай жалпы көлік емес, жалпы қандай техника жайлы видео түсіргенді сіздер қалайсыздар? Соны астына жазып қойыңыздар. Менің Instagram жазылыңыздар. Instagramда Америка, жалпы Нью-Йоркта қандай өмір, не болып жатыр? Соларды стористеп көрсетіп отырамыз сіздерге. Менің осы каналымда, осы видеоның астында сілтеме арқылы кіріп өтсеңіздер болады. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар, сау саламат болыңыздар. Келесі видеода көріскенше.